Сәлем балақай, сабаққа қош келдің. Бүгінгі сабақ Smiles 4-ші сыныптың 20-21 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты бастан бұрын видеоға лайк басып, каналыма подписация етіп, қолдап кет. 6-ші тапсырма. Listen, point and repeat. Тыңда, көрсет және қайтала. Тапсырманы бастамастан бұрын жаңа сөздермен таныс боламыз. Loom, тоқыма білдегі. Loom. Hunt, аң аулау. Hunt. Long house, ұзын үй. Long house. Sticks, таяқтар. Sticks. Row a boat, қайық есу. Row a boat. Wooden bucket, ағаштан жасалған себет. Wooden bucket. Mud, балшық. Mud. Wrestle, күресу. Wrestle. Loom, loom, loom. Hunt, hunt, hunt. Longhouse, longhouse, longhouse. Sticks, sticks, sticks. Wooden bucket, wooden bucket, wooden bucket. Row a boat, row a boat, row a boat. Mud, mud, mud. Wrestle, wrestle, wrestle. Loom, hunt. Longhouse, sticks. Wooden bucket. Row a boat. Mud. Wrestle. Longhouse. Loom. Hunt. Sticks. Wooden bucket. Row a boat. Mud. Wrestle. Longhouse. Loom. Hunt. Sticks. Wooden bucket. Row a boat. Mud. Wrestle. Жетінші тапсырма. Look, read and write. Yes or no. Қара, оқы және иә немесе жоқ деген жазуды жаз. The red wooden bucket is the smallest of the three. Қызыл түсті ағаштан жасалған себет басқа үшеуіне қарағанда кішірек. Yes. Yeah. Екінші сөйлем. The boys are wrestling. Ұлдар күресіп жатыр. Yes. Yeah. Үшінші сөйлем. The woman next to the man is holding a board game. Еркектің жанында тұрған әйел тақта ойынын ойнап тұр. Жоқ. No. Төртінші сөйлем. A boy is rowing his boat. Бала қайықты есіп отыр. Жоқ. No. One of the men in the long house has got longer hair than the other. Ұзын үйде тұрған ер адамдардың біреуінің шашы ұзын.
басқасына қарағанда. Иә, yes. 6-шы сөйлем. There is mud in front of the long house. Мұнда ұзын үйдің алдында балшық бар. Иә, yes. 21-ші беттегі тапсырмалар study spot ережені оқып өтейік. The Romans lived in the center of Italy. Румындықтар Италияның қақ ортасында өмір сүреді. They came to Britain 2000 years ago. Олар Британияға 2000 жыл бұрын келген. Яғни ережеде бізге өткен шақ туралы айтып тұр. Өткен шақ past simple, дұрыс етістік болса at жалғауын жағдаймыз. Ал егерде дұрыс емес етістік болса irregular verbs екінші формасын қолданатын боламыз. 8-ші тапсырма. Complete the sentences, сөйлемдерді аяқта. Then match, одан кейін сәйкестендір. Check your answers online or with your teacher. Өзінің жауаптарыңды онлайн немесе мұғаліммен тексер. 1-ші сөйлем. Boys learned to fight, swim in cold water and ride a horse. Ұлдар шайқасуды, суда жүзуді және де атқа шабуды үйренеді. Rich people lived in villas. Бай адамдар виллада өмір сүреді. Both men and women wore makeup. 4-ші сөйлем. They made their houses from mud. Олар өз үйлерін балшықтан тұрғызады. They watched shows in big stadiums. Олар үлкен нелерді, шайқастарды стадионнан көреді. 6-ші. They rode in hieroglyphics. Тоғызыншы тапсырма. Read and circle. Оқы және белгіле. Then listen and check. Одан кейін тыңдап тексер. The Aztecs were very interesting people. But actually, they didn't call themselves the Aztecs. They called themselves the Mexica. They were very fit and played a lot of sport. Boys and girls went to school, but they didn't go to the same school. They went to different schools. To the Aztecs, cocoa beans were very important. They even paid for things with cocoa beans. And did you know that they drank chocolate to make them strong and healthy? Ацтектер өздерін мексикандық деп атайды екен. Және де олар спортпен шұғылданады. Ұлдар мен қыздар бірдей мектепке бармайды екен. Және де какао бұршақтары бар заттарға төлейді екен. Және де олар шоколадты көп ішеді екен. Өздерін мықты және денсаулықтарын ұстап тұру үшін.